Трейдингтан ақша табу өте оңай. Оған дәлел менің студенттерім сабақ барысында 18% тапқан болатын. Тыңдап көрсеңіз болады. Қазір қанша процент болды енді? 18% болды ма? 18-ді сатып жібердім, Сөз әдемі. Жалпы қалай, сабақ қалай, ұнады ма сіздерге? Сабақ тема ғой, брат, тема. Тема ма екен? Әдем, брат. Стратегия әдем екен негізі. Мен стратегия жағы ең бастысы сол ғой. Жалпы бұл кісілер 18%-ті оп-оңай тапты. Қалай десеңіздер, просто лонг позициясын ашты, және де, яғни баға көтеріледі деп ашты. Шынымен де баға сол моментте көтеріле қалды и 18% пайда бере салды. Яғни болды, басқа ештеңке емес. Бұл жерде түсінуге болады, баға егер түсіп кетсе ше деген сұрақ туындайды осы жерде. Егер бізде баға түсіп кететін болса, не болушы еді? Біз ол жерде өзіміздің страховкамызды қоятын едік, бірақ сәйкесінше прямо сол сабақ барысында таба алмаушы еді, жаңағы ақшаны. Бірақ күтуші еді. Сабақтан кейін ары қарай уже бәрібір минусқа кетіп бара жатса да, біздің стратегияны уже ары қарай қолдану арқылы плюсқа шығатын еді. Ал басында өзі мысалға баға көтеріледі деп ашса, ол баға көтеріліп жатса, ол жерде біз ешқандай да стратегия қолданбаймыз. Қолданудың да өз керегі жоқ, былай қарағанда. Неге? Өйткені өз итакта бізге пайда алып келіп тұр. Біз осындай тек қана пайда алып келеді, яғни пайда алып келетін жағы оңай болады. Ал баға егер түсетін болса, біз ол кезде өзіміздің страховкамызды қолданып, ары қарай жұмысымызды жасайтын боламыз. Яғни өзіміздің миымызбен ақылды түрде алдын ала ойластырылған дүниені ғана жасайтын боламыз. Әрине ол енді сіздер келіп ол жерде ойланып отпайсыздар, біз өзіміз арнайы шаблон жасап қойғанбыз, яғни планды дайындап қойғанбыз, сол бір стратегияны, сол біз дайындап қойған стратегияны сіздер просто қолданып, минусқа кетпей, жаңағыдай жақсы пайда берген кезде пайдаңызды шығарып алып отыра беретін боласыз. Осы кісілер сияқты. Яғни бұл жерде именно трейдингта пайда табу деген өте оңай. Ал енді ақша жоғалту жағына келетін болсақ, енді аналитикалық тұрғыдан есептейтін болсаң, конечно, ол жерде ақша жоғалту да оңай. Бірақ біз сол оңай, ақша жоғалту оңай дегенге біз тек қана план, яғни өзіміздің стратегиямызды қолданамыз. Ол стратегияның былайша айтқанда минусқа кетірмейтін өзіндік бір кереметтілігі бар. Былайша айтқанда бір сиқырлы таяқша деген болмайды, бірақ сиқырлы таяқшаға ұқсас десек те болады осы нәрсені. Жалпы бұл стратегияның қаншалықты жұмыс жасайтынын мен сіздерге дәлел ретінде айтатын болсам, осыдан алдын 2 поток жинап алған болатын. Сол 2 потоктың, яғни маған берген кері байланыс, яғни отзывтарын мен Instagram парақшама кірсеңіздер, сол Instagram парақшам астында табысты отзыв деген актуальный бар, соның ішіне кірсеңіздер, өте көптеген отзывтар бар. Осы соңғы жинаған 2 потогының маған деген берген жалпы отзывтары болатын. Сол отзывтарды көріп шықсаңыз болады. Егер ары қарай да бір қандай да бір түсінбей қалған сұрақтарыңыз болып жатса, міндетті түрде маған Instagramға жазсаңыздар болады. Және де одан бөлек осы YouTube арнамызға да тіркеліп алыңыздар. Міндетті түрде егер де осы ақпараттар сіздерге пайдалы болып жүрген болса, онда лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. TikTok парақшамызға да міндетті түрде тіркеліп жүріңіздер.